Құрметті көрермендер, сіздерді көрнекті ғалым, химия ғылымдарының докторы, профессор, еліміздің ғылымына өлшеусіз үлес қосқан тұлға Шәрбан Батталова Батталқызының өмірі мен еңбегіне арналған виртуалды мұражайға қош келдіңіздер. Шәрбан Батталқызы 1921 жылы Қарағанды облысы Шет ауданында дүниеге келген. Балалық шағынан ақ білімге құштар талапты қыз болып өсіп, мектепті үздік аяқтады. 1938 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетіне түсіп, өзінің ғылым жолындағы үлкен сапарын бастады. Соғыс жылдарының ауыртпалығына қарамастан, ол ғылым жолын тоқтатпай, 1948 жылы аспирантураға қабылданады. 1952 жылы кандидаттық, 1970 жылы докторлық диссертациясын қорғайды. 1972 жылы профессор, 1989 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының академигі атанады. Шәрбан Батталова минералды шикізаттарды зерттеу, табиғи сорбенттер мен катализаторлар саласының дамуына үлкен үлес қосқан ғалым. Ол табиғи алюма-силикаттардың қасиеттерін зерттеп, оларды экология, су тазарту, газ өңдеу және мұнай химия салаларында қолданудың тиімді жолдарын ұсынды. Ғалымның жетекшілігімен еліміздің бірнеше аймағында барлау жұмыстары жүргізіліп, жаңа кен орындары анықталды. Оның ғылыми жаңалықтары өндірісте кеңінен қолданылып, экологиялық процестерді жақсартуға және өндірістің тиімділігін арттыруға ықпал етті. Сонымен қатар, Шәрбан Батталқызы көптеген жас ғалымды тәрбиелеп, ұстаздық жолын ерекше жауапкершілікпен атқарды. Осы еңбектері ескеріліп, 2021 жылы Шәрбан Батталқызының құрметіне арнайы мұражай ашылды. Бұл мұражай ғалымның өмір жолын, ғылыми мұрасын және адами болмысын танытатын рухани орталық. Экспозицияларда сирек фотосуреттер, жеке құжаттар, ғылыми жазбалар және өмірінің маңызды сәттері ұсынылған. Құрметті көрермендер, бұл виртуалды саяхат сізді Шәрбан Батталова Батталқызының бай мұрасымен жақынырақ таныстырып, ғылымға деген қызығушылық пен құрмет сезімін оятады деп сенеміз. Тамашалағандарыңызға рахмет.